Ассалаумағалейкум, меренге рулет дайындаймыз. Ол үшін ыдысымыз құрғақ және де жұмыртқаның сарысы кетпеу керек. Енді жұмыртқаның ағын миксердің көмегімен шайқаймыз. Үстіне біртіндеп секерімізді салап отырып, формасын ұстай бастаған кезде үстіне лимон қышқылын және де тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Меренгамыз осылай формасын ұстау керек. Енді меренгамыздың үстіне секер ұнтағын салып, жақсылап лопатканың көмегімен араластырамыз. Дайын болған меренгамызды противенің үстіне пергамент қағазын төсеп, жайғастырып, тегістеп шығамыз. Бетіне жаңғақ саламыз. Енді қызып тұрған пеште 160 градуста 20-25 минут меренгамызды беті қызарғанша пісіріп аламыз. Меренгамызды суытамыз. Суға меренгамызды противенің көмегімен осылай түсіріп алуымыз керек. Енді меренгамызға крем дайындаймыз. Крем дайындау үшін секер ұнтағы мен творожный сырды жақсылап араластырып, үстіне салқын сливкімізді құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді креміміз дайын. Дайын болған кремді кондитерлік қапшыққа салып, осылай ортасына жағып шығамыз. Енді осылай пергамент көмегімен орап шығамыз. Дайын болған меренгамыздың бетіне қалған кремді жағып, қалаларыңызша әсемдеуге болады.